Биыл аймақтағы мектеп қабырғаларынан 8 мыңнан астам түлек түлеп ұшты. Ендігі тестілеу науқаны таяп қалды. Дәстүрлі сынақты бұл жылы 5917 оқушы тапсырмақ. Тиісінше бірыңғай тестілеудің талабы да биыл аз кем өзгеріске ұшырады. Бастысы білім сынағын 4 мәрте тапсыра алуында. Мамандардың мәлімдеуінше алғашқы тест тапсыруда облыстағы оқушылар оң нәтиже байқатқан. Десек те, бұдан өзге тағы нендей өзгеріс бар, Аят Асқарбекұлы айтады. Тестілеудегі жаңа өзгеріс мектеп оқушыларына тиімді болып отыр. Өйткені жас түлектер 11 жылда оқып тоқығанын тексеру үшін бұрынғыдай бір мәрте емес, қаңтар, наурыз, маусым және тамыз айларында тест тапсырып, сынақтан өту мүмкіндігіне ие болды. Алайда бұл ерекшелік тек ақылы негізде оқимын деген оқушыларға арналған. Грантқа түсуге ниет білдіргендер болса, әдеттегідей маусым айында бақтарын сынайтын болады. Биылғы жылғы түлектердің 115 мыңы қаңтар айында, наурыз айында өтті. Сол пунктлерге барды. Сол тұншықтырғыштан жаңағы телефондарын тұншықтыратын құрылғыларды көрді, сол аудиторияларға кірді. Жалпы психологиялық дайындық деңгейі жаман емес деп ойлаймын. Сондықтан ата-аналарға өз баласы үшін жаңағы өзінің қобалжуын көрсетпей, көмектесіп, одан сайын оған балам, сен міндетті түрде жақсы тапсырып шығасың деп көмектесу керек. Ұлттық бірыңғай тестілеуде ең жоғары ұпай 140-ті құрайды. Шекті балл 60 ұпай. Жас түлек 3 сағат 50 минут ішінде 3 міндетті 2 бейіндік пән бойынша түрлі сұрақтарға жауап береді. Ал оқушылардың тестілеу барысында телефон шпаргалкаларды қолдануына жылдағыдай жол берілмейді. Қазірдің өзінде тестілеу барысында түрлі келеңсіздіктер орын алмас үшін облыста арнайы тестілеу орталықтары жұмыс істейді. Тиісінше тест өтетін бөлмелер материалдық техникалық құралдармен толық жабдықталған. Тіпті телефон сөндіргіш аппараттар арнайы қойылып отыр. Ал ата-аналар болса жылдағыдай тест тапсырған ұл-қыздарын тікелей көрсетілімде тамашалай алады. Ұлттық бірыңғай тестілеу биыл 10 пунктте жылдағыдай өтеді. Ол Тараз қаласында 2 жоғарғы оқу орнында, Тараз Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті және Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті. Сонымен қатар 8 ауданда өтеді. Барлығы талапқа сай сес хаттамасын алған, жаңағы өрт сөндіру мекемелерінен тексеру өткізілді. Сонымен қатар мемлекеттік комиссиялар қазіргі кезінде дайындық жұмыстарын жүргізуде. Осылайша биыл жас түлектердің үміті еселене түсті. Сынақтан сүрінген жасөспірімдердің енді сағы сынбайды дейді мамандар. Ал наурызда тапсырып шекті балды жинай алмаған түлектің маусым айында білімін сынауға мүмкіндігі бар. Аят Асқарбекұлы, Әділбек Самаликов, Дінмұхамед Абдрахманов, Жеті News.